Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қарахан мемлекеті. Оқушылар бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін бірінші сабағын өтеміз. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: неліктен Қарахан мемлекеті ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады? Сабақтың мақсаты Қарахан мемлекетінің даму ерекшеліктерін анықтау, ислам дінін қоғамға тигізген әсерін сипаттау, жер иелену ерекшеліктерін түсіну. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? 10-13 ғасырлардың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтадыңыздар. Орта ғасырлық мемлекеттердің ыдырау себептерін сараладыңыздар. Ең алдымен оқушылар білімін сайтын пайдаланып, Қарахан мемлекетке байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Қазақстан жерінде дамыған орта ғасырлық мемлекеттің бірі Қарахан мемлекетінің құрылу тарихын білесің бе? Қарахан мемлекетінің қоғамдық құрылысының ерекшелігімен таныссың ба? Қарахан мемлекетінде жер иеленудің қандай түрлері болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қарахан мемлекеті қалай құрылды? Қарахан мемлекетінің құрылуы Қарлұқ қағанатының ыдырауымен байланысты. 942 жылы Білге Күл Қадыр ханның немересі Сатық Боғра мемлекеттің негізін қалады. Жаңа құрылған мемлекеттің аумағы Жетісу мен Шығыс Түркістан жерін алып жатты. Алғашқы орталығы Ордакент, Қашғар, кейін Баласағұн болды. Қарахан мемлекетінің құрамында Жікіл, Яғма, Тұқси, Болат, Қарлұқ тағы басқа түркі тілдес тайпалар болды. Қарахандардың қоғамдық құрылысы жайлы не білесің? Қарахан мемлекетінде ерекше әскери әкімшілік басқару жүйесі орнады. Басқару жүйесінің ең басты ерекшелігі Арслан және Боғра әулеттерінің қатар билік құруы болды. Билік мұрагерлік жолмен берілді. Билік иелерінің қатарына хан ұрпақтары, тегіндер, ілік хандар, бектер, нөкерлер жатты. Уәзірлер ханның кеңесшісі қызметін атқарды. Ханның саяси әкімшілік іс жүргізетін орталығы Орда деп аталды. Қарахан мемлекетінде жер иеленудің қандай түрлері болды? Мемлекетте жер иелену мен салық жинау жүйесі өзгеше болды. Қарахандықтарда иқта деп аталатын жер иеленудің ерекше түрі қалыптасты. Оны иеленушілерді иқтадар деп атады. Бұның мәні хандар өз туысқандарына белгілі бір аумақтан салық жинау құқығымен бірге жер иқта сыйлады. Бұрын бұл салық мемлекет пайдасына жиналатын. Дінбасылар мен діни мекемелерге ірі жер иеленушілер, көшпелі әскер басылар өсиет етіп берілген жерлерде болған. Ол жерлерді вақыфтық жерлер деп атаған. Вақыфтық жер иелері салықтан босатылды. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Тапсырма: Қарахан мемлекетінің құрамында болған тайпаларды анықтаңыздар. Дұрыс жауап саны оқушылар 6-дан кем болмау керек. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.